Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Сіздермен бірге 250 TV News жобасы және оның жүргізушісі мен Серікбай Ақнұр. Бұл жобаның мақсаты Тайымбет Көмекбаев атындағы нөмір 250 мектеп лицейінің ішкі жаңалықтарымен бөлісу. Ендеше экраннан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Құрметті көрермендер, сіздерді жер әлемді жылылыққа бөлеп, мейірлендіретін шұғылалы көктемнің алғашқы мерекесі алғыс айту күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Алғыс айту күні қарсаңында өзін-өзі басқару парламентінің ұйымындағы оқушылар алтын жүрек атты челленджді жолдады. Бәріне сәлем, мен есімім Кенжебек Қайыржансая. Бүгін біз фракция мүшелерімен 1 наурыз алғыс айту күніне орай қызықты интервью өткіземіз. Бірінші интервьюді біз аспазшыларымыздан аламыз. Бұл біздің асхана, аспазшыларға барайық. Бұл біздің асхана, бұл жерде біздің аспазшыларымыз тамақ жасап, оқушыларға тамақ әзірлейді. Сәлеметсіз бе, сіздің есіміңіз кім болады? Менің есімім Бейсенбаева Жанар Бағдатқызы. Өте қуаныштымын. Сіз 1 наурыз келе жатқан қандай мейрам екенін білесіз бе? Білем, әрине. Алғыс айту мейрамы. Жақсы. Біз сіздерге алғыс айтқымыз келіп еді. Сіздер осы оқушыларымызға тамақ жасап, оларды тоқ қылып қайтарып жүргендеріңізге алғысымыз өте шексіз. Сіз тағы да өздеріңіздің жақындарыңызға алғыс айтқыңыз келеді ме? Әрине. Кімге айтқыңыз келеді? Айтып жіберіңіз осы жерде. Осы жерде 250-ші мектеп барша қызметкерлеріне алғыс айтамын. Қасымдағы аспазшы повар кісілерге, аспазшы кішілерге алғыс айтамын. Өзімнің туған туыс бауырларыма алғыс айтамын. Өте жақсы, өте керемет. Сіздің берген интервьюіңізға, сұрақ жауабымызға жауап бергеніңіз үшін алғысымыз шексіз. Рахмет. Алғыс айту күніне орай шын жүректен алғыс айтамын акциясы аясында аудандық кәсіподақ комитетінің жанынан құрылған Жас қанат жастар кеңесі мүшелері мектебімізге келіп, кіші техникалық қызметкерлерді марапаттады. Сондай-ақ, мереке қарсаңында мектеп түлектері бейне үндеу арқылы өз ұстаздарын құттықтап, жүрек жарды лебіздерін білдірді. Экранға назар аударайық. Шуақты көктемнің алғашқы күніменен нұрын шаша келген 1 наурыз алғыс айту күнінде сізге ерекше алғысымды білдіргім келеді. Ешназар Жанат ағайымызға ерекше лебізімді білдіремін. Біздің қазақ елі киелі, ұлы тұлғаларға кемде емес. Солардың бірі жас та болса, өлең өлкесінде өзіндік өнерімен ерекшеленетін, қиялға қанат сермеген қазақтың ақын ұлы Қалқаман Сарин. Мектебімізде ақын шығармашылығына арнап әдеби сазды кеш ұйымдастырылды. Жастардың, оқырмандардың аузына алдымен менің есімім ілініп жатса, оның қуанышы һәм жауапкершілігі өте зор деп түсінемін. Жастардың қажетіне жарап, кәдесіне асып жатқан өлең жаза алсам, ол қуаныш емес пе? Жасыл өрекке жырға тұнып, көшелі балым желіп тұрды отырып. Жайылмау қарайсың мөлдіреп, көз моншаға, сен ғана айтатын елжірек, сөздің садым. Керме иық далам, керем көсіліп, аяғыма сүті көк шалғым. Төсінен текті өлең көшіріп, батырып ауамды еске алдым. Тәлімгер Жанаева Жадыраның ұйымдастыруымен Тұрмағамбет ақынның 140 жылдық мерейтойына орай тау тұлғалы Тұрмағамбет атты кездесу кеші ұйымдастырылды. Кешке жырау ұстаз Битас Рүстембекұлы, аудандық жыраулар үйінің басшысы Айгерім Ешбаева, жастар ресурстық орталығының директоры Сырым Әділбеков қонаққа шақырылды.
Құрметті көрермен, келесі аптада кездескенше сау саламатта болыңыздар. Біздің арна әрқашан қосулы болсын. Лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.